Қостанай облыстық Ақмешіт KZ сайты ұсынады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, құрметті мұхтарам мұсылман жамағат. Бүгінгі айтатын насихатымыз қажылық жайында болады. Мынау қазіргі кезде біздің қоғамда адамдардың арасында қажылыққа бұрын кезде ата-бабаларымыз жаяу баратын еді. Қазіргі заманда самолетпен барады. Енді бұрынғы жаяу барған адамдарды нағыз қажы деп атаса болады. Қазіргі кезде заманауи көлік, яғни ұшақпен барғандарды қалай біз қажы деп айтамыз. Қажыны бұл ойыншық қылып алды деген сияқты көптеген осындай сөздерді естиміз. Негізінде қажылық бұл Алла Тағаланың бұйрығы. Бұл Ибрахим алейхиссаламның, яғни Ибрахим пайғамбардың заманынан келатқан бұл құлшылық. Және де пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға ислам діні келу арқылы бұл жалғасын тапты. Енді қажылық қалай болады? Қажылықты Алла Тағала әрбір мұсылман пендеге, әрине ол дәулетті кісі болу керек, ғұмырының ішінде бір рет қана орындау парыз айын. Ибрахим алейхиссаламға Алла Тағала баласы Исмаил алейхиссалам екеуіне Кағбаны қайтадан тұрғызуды әмір қылды. Себебі Кағба ең бірінші, дүниядағы ең бірінші тұрғызылған ғибадат орны жер бетіндегі. Оны ең бірінші Адам алейхиссалам салды дейді. Одан кейін барып, оның ұрпақтары оны жаңалап, артынан Нух пайғамбардың заманында топан су басқан кезде оның орны жуылып кетті дейді. Содан адамдар ол жерде қасиетті санағанымен, бірақ оның Қағбаның қай жерде болғанын білмеді. Әрине Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламға, яғни Ибрахим пайғамбарға сол Қағбаны қайтадан тұрғызуды әмір қылды. Және де оны Ибрахим алейхиссалам қайтадан тұрғызды баласы Исмаилмен бірге. Қайтадан тұрғызғаннан кейін Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламға айтты: адамдардың бәрін шақыр нелерге, қажылыққа келсін деп. Сонда Ибрахим алейхиссалам Алла Тағалаға дұға қылып айтты: я Раббым, мен бұл жерде қазір адамдарды шақырсам, мені өзімнің даусымды өзімнің басқа кім естиді дейді. Сол кезде Алла Тағала айтты дейді: я Ибрахим, айту сенен, жеткізу менен деп. Содан Ибрахим алейхиссаламға Ибрахим алейхиссалам адамдардың бәрін қажылыққа шақырды. Сонда Алла Тағала әлі қияметке дейін туылатын әрбір пендеге естітті дейді. Сол себептен де біз қажылыққа барған кезде ләббайк Аллахума ләббайк деп айтатын дұға бар. Яғни Алла Тағала мен сенің шақыруыңмен келдім деп. Яғни сол кезде біз тумай тұрған кезде, біздің рухымыз әлі жаратылмай тұрған кезде Ибрахим пайғамбардың дауысын Алла Тағала естітіп, олар сол кезде ләббайк деп жауап берген екенбіз. Енді жаңағы мәселе бойынша бірінші қажылыққа адам баласы шын ықыласымен осы Алла Тағаланың бұйрығы ғой, осы міндетімді орындаймын деп ниет қылу керек. Ал енді сен о жаққа өзінің уақытында, яғни Зүлхижжа айында баратын болуың керек, құрбан айттың уақытында. Ал енді о жаққа сен жаяу бардың ба, әлде көлікке мініп бардың ба, ол саналмайды. Сен бірінші табатын, баратын қаражатың адал жолмен табылған болу керек. Сен өзің жұмыстан неден қажылыққа барып келгенше жанұяң қиналмайтындай болуға тиіс. Мынандай сөз бар ғалымдардың: заманыңның көлігін пайдаланбаудың өзі күнә деген. Яғни заманның көлігі, бұрынғысы кездегі ата-бабаларымыз қажылыққа барса, олар жаяу барған жоқ біріншіден. Олар кемемен өтетін жерден кемемен өтті. Қалған жердің бәрінде олар бадавиларды жалдап түйемен өтті. Ол сол кездің, сол заманның көлігі еді. Енді қазіргі заманның көлігі ол заманауи технологиялар. Қазіргі мынау көліктер, ұшақ, самолет, пойыз. Бұнымен барса, оның ешқандай айыбы жоқ. Ең басында ниеті түзу болса болды. Және де қажылықтың орындалатын уақытында барып, тиісті парыздарын орындаса, оның міндеті оның мойнынан түседі. Ал енді
Сол себептен қазіргі кезде ондай сөздерді айтуға болмайды, текке адам баласы ол сөзді айту арқылы күнәға батады. Алла тағала қажылыққа әлі де бармай армандап жүрген адамдарға, армандап жүрген мұсылмандарға Алла тағала қажылыққа баруды нәсіп қылсын. Алла тағала елімізге тыныштық берсін, дін исламға қуат берсін, тілімізге Алла тағала медет берсін. Ва ахиру дағвана анилхамдулиллахи раббил аламин.